Баршаңызға сәлем, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, өте жұмсақ, тесік-тесік болып шығатын, орысша айтқанда ажурный блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл құймақтар бір жасағаннан шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып алатын боламыз. Барлық қажетті заттарды описаниеда жазып қалдырдым. Үстіне жарты шай қасық тұз және 2 ас қасық шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті заттар бөлме температурасында болуы керек. Үстіне електен өткізілген ұнымызды аз-аздан ғана қосып отырамыз. Ұнның барлығын салып жібермей, осылай аз-аздан ғана бастап қосып отырып, жақсылап араластырып аламыз. Шамалысын қосып, осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін, сүтіміздің жартысын құйып, тағы да араластырамыз. Осылай видеодағыдай бірінен кейін бірін құйып отырып жақсылап араластырсаңыз, сізде миксерсіз-ақ ешқандай комочек болмай, пісірген кезде біркелкі болып пісетін болады. Егер таразы болмаса, осылай арнайы пиалаймен мен сіздер үшін өлшеп түсірдім. Бір пиалайдан осылай қосып 200 граммдық пиалаймен, немесе 200 граммдық стаканмен осылай өлшеп құйсаңыздар болады. Жақсылап осылай араластырып алғаннан кейін, үстінен осылай ыстық бір кесе 200 граммдық кесемен ыстық суымызды құямыз. Қайнап тұрған су болу керек. Міндетті түрде бөліп қосып, жақсылап араластырып, шамамен 15-20 минутқа қойып қойсаңыз болады. Егер уақыт жоқ болса, бірден осылай істеп, үстіне майыңызды құйып, ең соңында май құйылады. Араластырып, бірден жасай беруге де болады. Бізде ыстық су құйылғандықтан біздің ұнымыз пісіңкіреп тұрады. Сол себепті сіздің блиналарыңыз өте жұқа болады, әрі тесік-тесік болып шығады. Сковородканы алдын ала осылай бірінші салған кезде ғана майлаймыз, қалғандарында майлауға қажеті жоқ. Осылай құйып аламыз. Егер сізде сковородка қызып тұрмаған болса, бұндай тесіктер шықпайды. Міндетті түрде сковородка қатты отта қызып тұрған болу керек. Арнайы сіздер үшін қызбай тұрған кезде қалай шығатынын көрсеттім. Міндетті түрде қазір қараңыздар. Ал егер сіздің блинчиктеріңіз осындай жұқа әрі осындай тесікпен болғанын қаласаңыз, бұдан да жұқа болғанын қаласаңыз, үстіне шамалы су қосып немесе сүт қосып араластырып жіберсеңіз болады. Ал егер бұдан да қалың болғанын қалайтын болсаңыз, осы сұйықтықтан шамалысын ғана бір ыдысқа бөлек құйып алып, үстіне ұнды салып, жақсылап араластырып, кейін осы үлкен сұйықтыққа құйып жібересіз. Егер ұнды бірден осы сұйықтыққа тастайтын болсаңыз, сіздің құймақтарыңыз комочекпен болатын болады. Сол себепті бірден тастауға болмайды. Жаңа айтып кеткенде, арнайы сіздер үшін құймақты осылай жай отта пісіріп көрсеттім. Бетінде осындай шариктермен және де ешқандай тесіксіз осындай блинчиктер пайда болады. Егер әдемі блинчиктер ажурный болғанын қаласаңыз, міндетті түрде қатты отта және асты қалыңдау сковородкада пісірген дұрыс. Сол кезде сіздің блинчиктеріңіз өте әдемі болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде шығатын болады. Бір жасағаннан шығатын өте жұқа құймақтар болып шығады. Маған осы рецепт өте қатты ұнайды, сол үшін сіздермен бөлістім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналымда басқа да көптеген қызықты рецепттер бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жазылып алуды ұмытпаңыздар. Әркез жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.